жарасат. Ана үшін толған сақ барды жаңғай ортал зауыт. Дүниеге ана әкелген мақтаныш етсек жарасат. Еңбектей білімдей аналар алда қарасақ. Бірі ғалым, бір озат, еңбек еріп депутат. Коммунистік партияның съезінде делегат. Летчик және космонавт айыланайық, азамат мемлекеттік мекемелердай басқарат. Аналардың қолында тәрбие алып, жас ұрпақ келешектей аттанат. Мамандықты көптеген игеріп бәрін атқарат. Әйел анай азамат. Ана үшін жырлауға қандай ақын тоқталат. Ана ұстаз дәрігер абзал жандай аққалат. Егінші, әнші, сауыншы бармағынан балтамат. Кейбір егі мүсін шай өнерінде ел таңданат. Гүлдендірген өмірді әйел ана азамат. Жылқышы шопан ай мал бағат. Тракторист комбайнер қолында көліші балғанап. Крановщик, сварщик, аптагендай аппарат. Электр желі жүйесін тексетіп жалғамнақ бана. Қолындан көбіс келедай әйел ана азамат. Композитор айғай жазушы, ана ақын сөз бұлақ. Халыққа ақыл береді тың ойдан таза сөз бұрап. Мінезі жұмсақ мейірімді ақ көңілменен аялап. Ханады ескей аламыз, қарығып шаршап қиналсақ. Бейбітшілік тірек ай ананы тек сыйласақ. Жеткізе алмас тілменен анаға деген махаббат. Теңдесі жоқ өмірде жүрегің сезер тек қана. Қоғамда орнай ерекше құрметпен ана аталат. Коммунистік партия анаға қамқор ардақтап. КПСС мүшесі мүшелікке кандидат. Гуманист және пролетариат әйел ана айғай азамат шай оттастайды ортаңа. Жақсы болса қарындас, мақтанышың бауырлас. Жаман болса кемейді керек ету
жарым жас жақсы болса келінің ақтайдығаны сенімін жаман болса дәл өзай іштен жеген жегінің жақсы болса жеңгеңіз арқа басым кеңдеңіз жаман болса сұрқия бір сөзінде сенбеңіз жақсы болса қайын жұрт қадірдейді барлық жұрт жаман болса жолаттай айнаданнан әрі құрт жақсы болса қайнатаң жаңғыраққа жайлатаң жаман болса оңбайтын жығатай әкеп жарғатаң жақсы болса әжеңіз балтатыған мәуіңіз жаман болса қатыбас қақшаңдаған дәнеңіз жақсы болса туысың зор бақыттың ырысың жаман болса қиналып тарылады айдай ой тынысың көзге шыққан сүйедің жақсы болса күйеуің тұғырдағы түлеуің жаман болса сүмедік сүміреген біреуің жақсы болса жездеңіз әкемізбенен теңдеңіз жаман болса оңбайтын одыңда бетін көрмеңіз жақсы болса енеңіз жаңарады көнеңіз жаман болса пайымсыз ене мекендемеңіз жақсы болса башаңыз арта түсет бағаңыз жаман болса ол мерен жасылмай туғын жараңыз жақсы болса бөлеңіз сый құрметке бөлеңіз жаман болса оны да туысқан тұтып кемеңіз жақсы болса жел жатың толығады кем затың жаман болса жаманат жайылады ел қатың жақсы болса көршіңіз жылы шырай көркіңіз жаман бір болса жаныңда жанып бір тұрған айдай дүниеге ана әкелген мақтаныш етсек жарасад еңбектей білімдей аналар алда қарасақ бір ғалым бір озат еңбек ері депутат коммунистік партияның съезінде делегат летчик және космонавт айналайық азамат мемлекеттік мекемелерді басқарат аналардың қолында тәрбие алып жас ұрпақ келешектей аттанат мамандықты көптеген игеріп бәрін атқарат әйел анай азамат ана үшін жыр жырлауға
қандай ақын тоқталады, ана ұстаз дәрігер абзал жандай аққалады. Тігінші, әнші, сауыншы бармағынан бал тамады, кейбіреуі мүсін шай өнеріне ел таңданады. Гүлдендірген өмірді әйел ана азамат. Жылқышы шопан-ай, түйекеш, төрт түлік дайы мал бағады, тракторист комбайнер қолында көдеші балғанап, крановщик сварщик аптагендай аппарат, электр жедел жүйесін тексетіп жалғанап-банап, қолындан көбіс келедай әйел ана азамат. Композитор жазушы, ана ақын сөз бұлақ, халыққа ақыл береді тың ойдан таза сөз бұрап. Мінезі жұмсақ мейірімді ақ көңілменен аялап, ханады ескей аламыз, қарығып шаршап қиналсақ. Бейбітшілік тірек ай ананы тек сыйласақ, жеткізе алмас тілменен анаға деген махаббат. Теңдесі жоқ өмірде жүрегің сезер тек қана. Қоғамда орнай ерекше, құрметпен ана аталады. Коммунистік партия анаға қамқор ардақтап, КПСС мүшесі мүшелікке кандидат, гуманист және пролетариат әйел ана вайхей азамат қорғасындай балқыма, келе алмайсың қайтадан өзіңнің тура қалпыңа. Көберісің қорғап жетсе жан-жағын білесің бағың жанға дейін. Көңілі көншігі түсінсе мейірі қанғаның, бір жолата өмірде жақсы болды қалға дейін. Басай берген еңбек етсең емесің.
ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрінде өзі баласындай. Сөзіне ол жақсы жігіт сап тұрады, қыранның қырдан байқар баласындай. Жаман парқы жақсы мен бірде емес, жақсы жігіт ел жұртының ағасындай. Жақсының сөзін әркім пайдаланар, миуалы алмүріктің ағашындай. Жамандар көтерекші өсегі көп, ел жұрттың ірткі салып арасындай. Бұқсытад бөтен сөзбен ел арасын, ағаштың жанбай қалған шаласындай. Соқтығы әркімге бір ұрынады, сиырдың тентек болған танасындай. Ондай жанның ешкімге сүйкімі жоқ, жылқыдың қотыр болған аласында жақсының жүзі жылы сөзі майда, халқымның қалың жүнді көрпесіндей. Жақсы болар баланың жүзі жақсы, пиғанидың күмей піскен төлкесіндей. Жақсыға үлкен кіші жаттығы жоқ, жасынан бірге өскен еркесіндей. Көріндер жақсы адам жылғысындай, жаман адам кетпеннің ұңғысындай. Одақтауын салақ жаман деген сөз бар, жамандар құрай алмас тұрмысынай. Жақсы адам алысты жақын етет, беттескен екі таудың тұрғысындай. Жамандар өтірі өсек айтып жүрет, ешкімдің білмесе де қылмысынай. Екеуін салыстырып әтей айттым, қажетсін қолдан арсыздар. Тұрмысың жанға көрек. Мидан шыққан сөзіңе тіл себеп бер, сөйлесең қалай айтып өзің керек. Недегей аяқ басшы ой жетекші, рақат таппақ адамзат көзбен көріп. Жақсы менен жаманды сезбек үшін тілдерге қойған жоқ па мұрын беріп. Әл сөзді жақсы жаман естеген соң тұрады бардығы да құлақ келіп. Тірлік-ай тірлігіңе бұл себепкер, отырма күрейіңді бойғау сеніп. Әр іске жақсы жаман жұмсамайды, әр істің ақырын ойлы. Айдындағы деген термесін басталады. Нартай сарынмен айтып. Нартай өтімен өте жақсы.
Егін бар төртеу түгел төрге шығады, төрің сол бақы тұстың айналғаны. Алтау боп аузыңа бола қойсай, дұшпанға құл болады байланбағы. Кейбіреу сәл уақытқа мас болады, шабақтай шалтылдаған қайраңдағы. Адамды есіңе жұрт аңсап тұрсын, не керек қарының тұрмайданбағы. Өзінше мен адаммын деп жүрген көп, кінегей май құсаған айрандағы. Қанайда көз қырқыңа қызым еттен сыбады қосылғанда дем бергендей, пайдаңдей жақсы болсаң тегіл көпке, түйғынға қапастағы жем бергендей. Мінезге тастан ауыр ұғымды бол, әйтеуір жігітпін деп ербеңдемей. Әрестай жақсы жаман үйрен жастан, жастыққа масаттанып көлбеңдемей. Сөзіңді айтатұғын байқап сөйлейін, алдында ол зиялының тергелгендей. Өз сөзіңді ай ішіңден өзің сынап сөйлеме, көп болса көлгендей. Ынтыма халық үшін бірлік сөйле, халқыңды қалпың болса меңгергендей. Кезексіз сөз сөйлеме, қомыраулай, шығарма өз атыңды қоңыраулай. Біреуге пайдаң үшін жалпақтама, бәйгеден өзің шауып озып алмай. Жарысып жүректермен шаман келмей, жайға жүр борбайыңды созып алмай. Одамды сөйлеу керек дастан менен, қатерден құмғытылат қашқан менен. Төменгі дәрежеңдей басып сөйле, болса да бағаң бірдей аспан менен. Жақсының жақсылығы жерде қалмас, қос қолдап екинынан басқан менен. Бәсең бол, әсем болсаң деген сөз бар, жігітке абырой жоқ мақтан менен. Бекер сөз белгілі болып бекінмейді, бекінмес құм қағазы қаққан менен. Ұнамас ұнамсыз сөз сөйлегенмен, жараспас итке қоңырау таққан менен. Ай деген ағашай. Айтқаның түсінбеске бәрі бекер, жібейме тастар яда жатқан менен. Жігіт болсаң бұлғақтамай, орынсыз сөз сөйлеме жын қатқандай. Ішіңден жақсы сөзді жасау әлі қалыққа мына сарғып тыңдатқандай. Жақсыға айтқан сөзің жараса дей, қорғызы ер жігітпен. Ай, бір жатқандай, Ой, бәле. Қалмастан сонда да маған ілестің, суырып салмай жанымдан, ақынның сірә демеспін. Өзімнің шықпай ойымдан айтқанға риза емеспін. Өзім бір епке егілдің, біреудің қалман тегімнің, жаттанды кейбір ақынның, кегімде келмей кебімнің. Әр ақынның жан қинап аққаны
жақсы теріңнің ақын емес әңгім бар шаттанды сөзі көбінің қызықшылы отырыс көтерім жұрттың теңізін бұл да бір қызық тамаша көрсетіп көпке өнерін қай ақынның болмасын атап айтса өлеңін жаттадым деудің намыс қып жантарадай көбісі әділдік емеспін осы айтушының кемісі ақынның жазған өшпесін айтушылар есімі жазу үшін жақсы сөз жүйкесі қанша кесілді қарауменен үңіліп сезімге көзі тесілді ақындықтан айтылған емес бұл менің өлеңім бірдекілі ақынды есітіп кейде көремін алдамаса жүрді деп соларға кеңес беремін артық айтсам кешірер көңіліне тигені кемшілігін ескады өздерінің кейдегі автордың босқа кетпесін өзгеріп күйіп айдай-ақ ой бәрі ақын атақ алғанмен ақын болу қиын ақындыққа қалу ғажап емес жетпейміз олай бұлай бұлтару ақындарда болмайды еш барлық кезде қиын ғой табылду көптің кеуілді ақындың керек сондықтан ортақ тіл таба білуі қалайда да керек қой керекті сөзден беруі халықтан жинап жақсы сөз жүрекке жаттап беруі атақты ақын емеспін қабыртқан менен кеңестім таза сөз таппай татымды ақынның сірә демеспін ақындық атақ абырой орынсыз алу өрескен шыңға шығу қинайдай шыға алмай жатып белестен талпынамын сонда да қанатым талды айдай-ақ